Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз алгебра 7-ші сынып 5-42 есептерді шығарамыз. Бұл жерде бұл есепті есептеу қажет, яғни бір-біріне баған түрінде көбейтсек болады, бірақ бұл бізде өте көп уақытты алады. Сондықтан бұны оңай жолы былай шектейміз. 15 қосу 0,2 десек 15,2 болады. 15 азайту 0,2 десек 15-тен 0,2 десек 14,8 болады. Яғни біз не істедік? Формулаға келдік. Бұл қай формула? Бұл бізде а қосу б, а азайту б тең а квадрат минус б квадрат деген формула. Енді біз а қосу б, а минус б деп жазып алдық. А-ның орнында 15 тұр, б-ның орнында 0,2 тұр. Демек біз бұны бүйтіп жаздық. 15-дің квадраты 15-дің квадраты азайту 0,2-ның квадраты деп жазсақ болады. 15-дің квадраты бізде 15-ті 15-ке өтсек, ол бізде 225 болады. Одан 0,2-ның квадраты бізде 0,4 болады. Сонда бізде 225-тен 0,4-ті азайта салған оңай болады. 225 азайту 0,4. Ол бізде 224,96 деген санды береді екен. Яғни 225-тен 0,4-ті азайтқан оңайырақ болады. 224,96. Екінші 42-ның екіншісі бізде 19,9 көбейді 20,1. Оны да былай жазуға болады. 20 азайту 0,1, 20 қосу 0,1 деп екі жақшаға шектесек болады. 20-ны 20-ға көбейтсек 400 болады. Азайту 0,100-ден 1 болады. Яғни 0,1-ді 0,1-ны көбейтсек 0,100-ден 1 болады. Енді 400-ден аламыз 0,100-ден 1-ді. Онда 399,99 болады. Яғни 400-ден 0,100-ден 1-ді алсақ 399,99 болады. Бұл екіншісі. Енді үшіншісін шығарамыз. Үшіншісі бізде не дейді? 4,100-ден 1 көбейту 3,199. Енді оны 4 қосу 0,100-ден 1, 4 азайту 0,100-ден 1 деп жазсақ болады. Енді осына не істейміз? 4-ті 4-ке өтеміз. 16 болады. 0,100-ден 1-ді 0,100-ден 1-ге көбейтеміз. Ол кезде бізде 0,10-нан 1 болады. 0,10-нан 1 болады. Енді осыны 16-дан азайтып тастаймыз. 16-дан 0,10-нан 1 алсақ 15,99 болады екен. Төртінші 29,8 көбейту 30,2. Бұны да екі шақшаға шектеуге болады. 30 азайту 0,2, 30 қосу 0,2 деп. Сонда бізде 30-ға 30-ды көбейтсек, бізде 900 болады. Азайту 0,2 көбейтсек 0,100-ден 4 болады. Енді 900-ден 0,100-ден 4-ті аламыз. Онда бізде 899,100-ден 96 деген сан шығады екен. Бұл төртіншісі. Енді бесіншісін шығарамыз. Бесіншісі не дейді бізде? 86-ның квадраты азайту 14-дің квадратын есептеңдер дейді. Бұл бізде екі шақшаға шектеледі. Бұл да 86 қосу 14,
86 азайту 14. 86-ға 14-ті қоссақ бізде 100 болады. 86-тан 14 тастақ, 6-тан 4 тастақ 2 болады, 8-ден 1 тастақ 7 болады. Сонда бізде 72 болады. 72-ні 100-ге бөлсек 7200 болады. Осылай есептеу оңай екен, иә? Квадраттарын есептеп отырғаннан. 6-шы 328-тің квадраты азайту 172-нің квадраты. Енді 328 қосу 172 болады. 328 азайту 172. Осылай екі жақшаға жіктеуге болады. Енді 328-ге 172-ні қоссақ, ол бізде 500 болады. Көбейту. Енді 328-ден мен аламыз 172-ні аламыз. Ол бізде 156 болады. Енді 156-ны несеміз 500-ге көбейтеміз. Ол бізде 78 болады. 78 мың болады екен. Яғни осылай есептеп шығарған ыңғайлы. Бұл 6-шысы, енді 7-шісін шығарамыз. 7-шісі бізде не дейді? 42, 2,4-тен 3-тің квадраты азайту 1,4-тен 1-тің квадраты. Енді бұл жерде аралас бөлшек, дұрыс бөлшекке айналдырамыз. 4, 4 2 бөлсе 8, 8-ге 3-ті қоссақ 11-тің квадраты азайту 4, 4-ге 1-ті қоссақ 4, 4-ге 1-ті қоссақ 5 болады. 5-тің квадраты. Енді екі жақшаға жіктейміз, яғни 4-тен 11 қосу 4-тен 5, 4-тен 11 азайту 4-тен 5 деп жазамыз. Сонда бізде ортақ бөлім 4 болады. Мынаған 1, мынаған 11-ге 5 қоссақ 16 болады. Көбейту 4, 4-тен 5-ге 4-тен 5 көбейтеміз. Азайтамыз, бірінші мынаны қостық, мынау шықты. Енді мынаны азайтқанда ортақ бөлім 4 болады, 11-ден 5 тастақ 6 болады. Енді бар 16-ны 4-ге бөлсек бізде 4 болады, көбейту 4-тен 6 болады. 4 пен 4 қысқарып кетеді де бізде 6 деген жауаптың өзі болады. Міне 16-ны 4-ге бөлсек 4, бірден бөлін жере салдым, екен бірде бөлінбейді, сондықтан өзін жазым, 4 көбейту 4-тен 6 болады. Енді осы жерде 4 пен 4 қысқарып кетіп 6 болады. Сонда есептің жауабы 6 болады екен. Бұл 7-шісі, енді 8-шісін шығарамыз. 7,5-тен 1-тің квадраты азайту 2,5-тен 1-тің квадраты. Енді тағы да дұрыс бөлшекке айналдырамыз. Ол бізде болады 5, 5-те 35, 36 болады. Минус квадраты, минус 5, 5-тегі 10, 11-тің жақшаның сыртында квадраты тең. Енді осыны екі шақшаға жіктейміз, қосамыз және азайтамыз. Сонда 5-тен 36 қосу 5-тен 11, 5-тен 36 азайту 5-тен 11. Енді ортақ бөлім. Бірінші мұна екеуін қосамыз, екі бөлшекті. Сонда ортақ бөлім 5 болады. 36-ға несеміз 11-ді қосамыз. Ол жерде бізде 47 болады екен. Көбейту 5, 36-тан енді 11-ді азайтамыз. Яғни ортақ бөлім 25 болып тұр. Енді 25-ті 5-ке бөлсек 5 болады, яғни 47 көбейту 5, 25 5-ке бөлсек 5 болады, 5 пен 5 қысқарады, сонымен есептің жауабы 47 болады екен. 25 1-ден 5-ке бөлсек 5 болады, оны оған көбейтсек 5 пен 5 қысқарып 47 болады. Сонда 8-ші есептің жауабы 47 болады екен. Сонымен есептің шығар жолы осындай. Егер есептің шығар жолы түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады.